Қалалық өмір 2-ші сериал. Жарайды. Мен барып, магазинге барып келейін. Сен осында күте тұр. Жарайды, күте тұрамын. Мама не деп жатыр? Жүш тыңдайық. Бір бәле деп жатыр ғой әйтеуір. Мені как всегда осындай. Ауылда болған кезде де, универде ешкім жақтыртпады. Қалаға келсем де, ешкім жақтыртпады. Қанша өзгеріп тұрсам да, как всегда осындай. Жарайды, босқа өтпайын. Мәссаған, мен ауылында оны барлығы жақсы көрді ма десем, ауылында да ешкім жақтыртпаған екен ғой. Қалаға келгенде де біз оны жақтыртпай, менсінбей жүрдік қой. Мен де соған өкініп жатырмын. Мүмкін кешірім сұрайық барып. Сөйтсек. Біз оған қанша титтік. Соған қатты өкініп тұрмын. Мен де өкініп тұрмын. Мен келдім. Келіпсің ғой. Келіп отыр. Бүгін менің кезегім, мен таңғы ас дайындаймын, то есть кешкі ас. Бізді кешірші. Біз сені менсінбей жүрдік. Біз сені басында жаман қыз деп солай менсінбей жүрдік. Сол үшін сенен кешірім сұраймыз. Кешірім сұраймыз. Кешірші, өтінем. Кешірші. Біз сені осында өте ақкөңіл күшті қыз деп ойламаппыз. Біз саған ұрысып та жүрдік. Бір апта жау болдық десем де болады. Сен бізге өзіңнің тамағыңды беріп, бізге тамақтарыңды дайындап, өзіңнің әдемі киімдеріңді беріп жүргеніңе көп рахмет. Және де біз сенен кешірім сұраймыз. Әрине кешіремін, ешкім кетпейді. Қайта жақсы болды. Енді төртеуміз де доспыз. Өте жақсы болды. Мен де сендерді кешірім. Сендер де мені кешіріңдер артық кетсем. Жоқ, сен артық кетпейсің ғой. Жүріңдер, тамақ дайындайық. Кеттік. Осылайша олар дос болып кетеді, барлығы. Ал достар, біздің бұл сериалымыз аяқталды. Енді менде «Жан достар» деген сериал шығады. Міндетті түрде мені қолдап, лайк басып, подписаться етуді ұмытпаңыздар. Всем пока!